Олай болатын болса, құрметті қатысушылар, Қазақстан Республикасының мемлекеттік гимні орындалсын. Елімен алашым, ежелден ертеден бар болашақтың, намысын бермеген қазағым елім, өлім болған тәрізді жерім бар. Асылған уақыттың ізгімен осындай, ізгімен бақыттың ізгімен осындай. Елім, өлім болған мол, дана ойларын бойына жинаған ата әжелер келіп отыр, иә? Сіздер менен кездесуге өте қатты асық болды. Өйткені осы отырған әжелердің, аталардың барлық атқаратын миссиясы қазір сіздердің болашақтарыңызға кең өріс тілеу, бақыт тілеу. Өйткені барлық еліміздің болашағы сіздерге тән. Сіздер қандай маман иесі болып шығасыздар, сіздер осы қазақ елінің бір кірпіші болып қаланып, тұтқасын қолға аласыздар, иә? Сондықтан сіздер білдірген әже аталар. Енді сіздермен сырласуға, сіздермен ашық алаңда пікірлесуге келдік біз. Қалай ойлайсыздар, осы атамекен, туған жер, туған ел, ана келген қонақтар кімізде ғой балам? Атамекен, отан, туған жер деп жатамыз, соның барлық бір ұғым бар, жоқ әлде әртүрлі ұғымда біз қабылдаймыз ба? Қалай ойлайсыздар? Атамекен деп ән салсақ жүрегіміз тербейді. Туған жерде қаншама ақын жазушылар жыр арнап жатыр, иә? Туған елімізде қаншама композиторлар сол ақындар жазған өлеңдерге ән шығарып шырқалып жатыр. Бүгін мына әжелер де сондай ән шырқап беруге келді сіздердің алдарыңызда. Қалай ойлайсыздар? Кәдімгі пікірлесейікші, сырласайық, ой бөлісейік балалар. Айта ғой жаным, қаттырақ сөйлеу өйткені әжелер дұрыс естімей қалмасын. Анда келіңіздер, Найла ханым, орын бар. Мында орын бар. Өз отанын бірден елестетеді деп ойлаймын. Ол өте құнды, өте қадірі бар сөздер. Отан деген. Ja, отан отбасынан басталады дейміз, осы отырған әрқайсыларыңыз ертең есейгеннен кейін отбасын құрасыздар, үлкен маман боласыздар, бір жерде бар қызмет атқарасыздар. Сол кезде отанның кішкентай ғана отбасынан басталатынын сезінесіздер. Қазір ата-аналарымыз сондай өмір кешіп жатыр. Сығандар деп аталады, иә? Сығандар деп. Иә, көрдіңіздер ме? Ал енді көп дегенде ұлт дейді, мына Түркия. Қазақстан мен қазақ елінің разницасы айтатын болсақ, айырмашылығын айтатын болсақ, қазақ елі кезінде тек қана қазақ елінен тұрған, яғни тек қазақтардан тұрған, яғни бұнда Астана әрине ол біздің Қазақстан Республикасының жас қаласы болып саналады. Өйткені 1997 жылы құрылып, осы Қазақстан Республикасының астанасы ретінде қабылданған болатын. Бірақ та ол біз білетіндей тарихтан Целиноград, Ақмола деп осы жерде қоныстарымыз болған болатын. Қазіргі таңда заманауи технологиялармен жабдықталған қаламыз осы басқа қалалардың айырмашылығымен қуантады. Және жастарға, орта жастағы адамдар онымен қоса қарттарға арналған өзінің коммуникациялық ғимараттарымен өздерінің дәрілеп, онымен қоса бір өздерінің жағымды жақтары бар. Мысалы айтқанда жастар көбінесе хоббиға арналған заманауи есіме түсіп отыр. Өздеріңізге белгілі, жер жаһанға дүние жүзіне белгілі біздің тұңғыш президентіміз Назарбаев Нұрсұлтан Әбішұлы, бас архитектор, бас сәулетші, бас суретші, жер жаһаннан жаңағы үздік суретшілерді барлығын шақырды. Содан кейін біздің де мына жергілікті қазақтардың арасында ақылды да, білімді де ел Жапониядан келді, Англия, ағылшын елінен келді. Міне, ал енді елбасы біздің өзі сызған қағазға өзіміздің кәдімгі алтын құс ертегі бар емес пе? Ертөстік. Соған байланысты бүйтіп сызып берген ғой. Ал сәулетшілер ары қарап жасаған. Ол мына Бәйтеректің өзін
салу үшін Міне жиі айтасыз ғой, кім ол кісі? білесіздер ма, Аманжол Шыққанаев деген бізбен бірге сабақ оқиды. Мен білесіздер ме, сіздер сияқты оқушымын десем де, студентпін десем де болады. Сайракүл әжесі, балалар ойлап қалады ғой, мына кісі орында қалып, осы әже болғанға дейін оқып жүр ма? Сонда не оқиды деп ойлап қаласыздар ғой, Иә, дұрыс айтасыздар. Дұрыс ойлап қалыңыздар, бірақ дұрыс айтасыздар дегенде солай екенде. Менің 3 жоғарғым қазақтың қызы емес, білімді, 35 кітаптың авторы, филология ғылымдарының докторы, профессор, сіздер сияқты студенттерге сабақ берген, кәдімгі Нәрікбаев атындағы университет Алматыдан Астанаға көшіп келгенде де бұл кісі профессор болып, сіздер сияқты жас студенттерге сабақ берген. Қазір бізге беріп жүр сабақты. Мен бұл кісіден көп үйрендім. Жалпы жақсы оқушы болған бұл кісі. Орында қалмаған 3 қызыл диплом бар. Әжекең қазір бесік оқып жүр. Жақсы. Соныменен ана біздің әсем, көркем Астанамызда үлкен сәулетті деген аталарыңыз үлкен қызмет атқарған. Қазір біздің мына белсенді ұзақ өмір сүру орталығы деген бар ғой балалар. Білесіздер ме, білмейсіздер ме, орысшасы центр долголетия дейді. Мүмкін ата әжелеріңіз болмаса білмей қалуларыңыз да мүмкін. Сол жерде осы ата әжелер барлығы зейнеткерлер таңғы 9-дан 6-ға дейін өзінің жүрек қалауына ұнаған үйірмесіне қатысады. Біреу тоғызқұмалақ ойнайды, біреу қазақ тілін оқиды, біреу ағылшын үйренеді, біреу сурет салып жатыр. Көрдіңіздер ме? Сондықтан ата әжелеріңіз болса, мына жерде осы ауданға байланысты жер ғой, бар қалауға болады. Жақсы, қымбатты достар, қандай үлес қосар едіңіз? Ойланып көрген жоқсыз ба әлі? Бітіргеннен кейін ойланасы, диплом алғаннан кейін. Жақсы. Сол емес. Үш тілек тілеу керек, алтын балық ұстап алған адам. Біріншісі халықтың амандығы, екіншісі ата-ананың амандығы. Тамаша. Содан кейін Өте жақсы жауап алайық. Қандай айырмашылығы бар? Социализм, капитализм дегендер болды, иә? Тарих қойнауына кеткен ұғымдар. Алайда біз тәуелсіз жастар тәуелсіздікті сезінбеген, өз бастарына меңгермеген. Сіз ол кездері өмір сүріп, осы бастан кешіп, бұл жағдайды көрген болғансыздар, куәгер болғансыздар. Сонда қазіргі жастарымызға осы тәуелсіздік алғандағы сезімдеріңізбен бөліссеңіздер қалай қарайсыздар? Қандай? Біз мына кісі айтқандай, өзіміз студент болдық қой, оқыдық. Осылай қазақша сөйлеп, қазақша пікірімізді айтып, қазақша жүретін заманымыз өте қиын болды. 91 жылда бастап бері қарай біз өзімізді көріп жатырмыз, алдарыңызда отырмыз. Да, мына кісі айтқандай, біздің абай орталықта центрімізде. Просто жасымыз келсе де, мен 70-тен асқан кісімін. Анда барғанда өте жақсы өзі сезінемін, жақсы болып келеді. Қыздармен жиналып костюм тігеміз, өлең айтамыз, бір-бірімізді шешілеміз. Өткен заманымызды айтамыз бір-бірімізге. Біз төріміз студент болдық, төріміз жұмыс істедік. Қазіргі заман өте жақсы заман. Осы заманны қарай жақсы алдындағы өмірлерімді ойлаңдар. Неге десең, біздің жасымызға келгенде, потом мен сөйлеп тұрмын, орысша сөзім кетіп барады. Неге десең, біз 70 жыл солай сөйледік. Детсадқа да бардық, мектепте бардық, түгел орысша болды. Қазір енді заманға қарай біз үйреніп бара жатырмыз. Сендердің жолдарың ашық болсын, жақсылық болсын, елге адал азамат болыңдар. Біздің жасымызға жетіп, келіп жал болып осындай көйлек тігесін, өлең айтасыңдар ма? Біздің дәстүрімізді, біздің өмірімізді ары қарай жалғастыру керек. Мен 70-ке келсем де кейбір нәрселерді түсінбеймін. Мүшелерді, нелер жаңадан үйреніп жатырмын. Осы келеміз, бір-бірімізді үйретеміз. Сіздер де алдағы өмірде біздің артымыздан қалған өмірімізді, традициямызды қалдырмаңдар. Әженің сөзін сақтан бала. Арасында бір-екі орысша қосып қойды, ол деген сөз. Өз ана тіліңді білсең, тарихты білесің. Біздің ұлттық кодымыз ол салт дәстүр. Ал тарих тереңнен білсек, біз қазақ екенімізге мақтанып жүреміз.
шетел асып кетпейміз. Соны айтқысы келіп тұр. Өйткені бұл кісілер кезінде орысша оқыды, орысша түс көрді, орысша есеп жазып, жаңағы қызметі орысша болғаннан кейін, енді мынадай бақыт заман туған кезде жүрек қалауымен қазақша да сөйлейді, ән де салады, тоқыма да тоқиды. Жаңа байқадыңыздар ма? Қыздармен бірге деп қалды. Әжелермен деген жоқ. Сондықтан осы отырған қыздардың орындауында сіздердің құрметтеріңізді бір әдем әсем ән. Есімі Нұрмұхамед. Заманауи маман. Жасыл жайлау төкті көк кілемде ойнайды қандай аңнан сыймап өткен саналы қазағымнан алақаным деп білем. Қайда жүрсең атамекен көкейімде жара біткен күннің өзі ұясына қимай өмір бата еткен. Жасыл жайлау көктемде ойнаймын күн нұрын айдың сәулесі қазағымнан махаббатым деп білем. Қайда жүрсең атамекен көкейімде жара біткен күннің өзі ұясына қимай өмір бата еткен. Күннің өзі ұясына қимай өмір бата еткен. Жасыл жайлау көкіректе ойнаймын асқақтауым аспанмен асқан қазағымнан мәртебесі деп білем. Қайда жүрсең атамекен көкейімде жара біткен күннің өзі ұясына қимай өмір бата еткен. Күннің өзі ұясына қимай өмір бата еткен.
Sağlanda sevgilim, ağzıma kırdı elbette. Hayranlar, ağlarım neredeyim? Sarılar verirsen, yedirsen, aydan seninsen, kendinsen, kendinsen, kendinsen. Sarılar yedir, ağırlar olan yedir, yemin asla sarı olan yedir. Nakisi qanday yangilik жасайды? Біріншіден қазақ екендеріңізді білдіруіңіз керек. Барлық жерде қазақша сөйлеңіздер. Орыс тілін біл, неміс тілін біл, неміспен немісше сөйлес, қазақпен қазақша, орыспен орысша сөйлес, французбен француз сөйлес. Вот сол уақытта сіздердің қазақтың аты әлемге жайылады. Ой, мына қазақ деген қандай адамдар екен? Мәдениетті адамдар екен ғой. Барлық тілде сөйлейді. Бірақ өз тіліңді әр уақытта ардақтан. Biz көп кездесеміз, автобуста жүреміз ғой. Бәрі осы сияқты өздеріңіз сияқты қыздар, жастар бәрі орысша сөйлейді. Айналайындар, қазақша сөйлейді. Сендер өздеріңді сыйламайынша, өздеріңді қадірлемейінше, бір тұтпайынша, ешкім сіздерді қадірлемейді. Сырттағылар ешкім қадірлемейді. Мына өз тілін білмей отыр. Бұдан не сұрайсың? Қазақ кім дегенде адасады олар. Сондықтан сіздер қай жақта жүрсеңіздер қазақ тілін жақсы. Үйде отырсыз. Біз де орысша оқыдық. Қазақ, бірақ қазақ тілін ешқашан ұмытқан жоқ. Қазақша оқыдық, қазақша түсіндік. Егер сіздер қазақша оқып, қазақша түсінбейтін болсаңыздар, сіздер сыртқа еріп кетесіздер. Сондықтан сіздердің сұрауларыңыз, мінекей апалардың арқасында ең жақсы мынандай қыздар болыңыздар. Қазақтың қыздары деген атқа. Қаншама қыздар сыртты бағындырып, қазақтың туын көтеріп, қаншама жігіттер
бәрін көріп отырсыңдар. Телевизор бар, бәрі бар. Міне солардың қадірін білу керек. Сондықтан сыйласып жүріңіздер бір-біріңізге. Қазақ деген ұлы ұлт бар. Білдіреміз. Өйстіп келіп бізге өнерлеріңізді паш еткендеріңізге алғыс білдіреміз. Келіп білім, өнер, жас талап етпейтінін түсіндік. Осы кезде бізге өнеге болып тәрбие көрсетіп бізге түрлі білмеймін үлкен сабақ болды. Сіздерге алғыс білдіреміз. Жалпы қараса бізге қарағанда оқымыз дегендеріңізді бәрі байқалыпты. Сіздерге шынымен алғыс айтамыз. Және де келіп осылай уақыттарыңызды бөлгендеріңізге тағы да алғыс айтамыз. Басқа айтарым жоқ. Өйстіп бірігіп қазір фотоға түсіп енді соңғы рет естелікке фотоға түсейік. Бір айтып кететін нем бар. Апалар сіздерге үлкен алғыс. Қазақтың балалары, қазір жастардан өте үлкен алғыс. Үлкен сіздер біздің ұлттық нелерімізді, дәрістерімізді жастарға паш етіп, қайтып естіп, ұрпақтан, яғни ең бастысы тілді балаларға естіп, өзара насихаттап, соларымыз өте үлкен пайда, Қазақстан мемлекетінің дамуына деген өте үлкен үлес қосып жүрсіздер. Сіздерге сол үшін үлкен алғыс. Тағы да жастардан қосып рахмет алғыс айтатын кім бар? Кездесуіміздің соңы болып жатыр. Мен есімім Мажике Ләйлім, осы Тұран университетінің студентінің бірі болып келемін. Мен сіздерге өте қатты алғысымды білдіргім келеді. Сіздерге қарап, өзімнің ауылым алыста негізі ше. Сіздерге қарап, өзімнің ата әжем де жоқ. Сол сіздерге қарап, ата әжемнің сағынышын басып, ауылының сағынышын басып, өте шамалы көзіме жас келді ше негізінде. Сізге өте көп рахмет айтамын. Былай қарап тұрсаң, мысалы қазіргі заманда өте көп қазіргі жас балалардың жағдайы жоқ дегенде үйленген ата әжелері үйленбейді деген сияқты, жаңа мысалы тоқуы деген сияқты, иә. Мен өте қатты қуанамын, осындай сақталып қалдыңыздар деген сияқты. Сен алтынсыздар, сен алтыннан да артықсыздар. Өйткені сіздер қазір өте бізге қазір өйтіп қарататын адамдар өте аздар. Мен өте сіздерді осындай үлкен ата әжелерін көргеніңізге өте қатты қуанамын. Өйткені олар өз үйлерінде немерелеріне ертегісін айтып беріп, өзінің әнін айтып беріп, әйтеуір қазақ жоқ қой. Вот сол себептен мен сіздерге өте қатты қуаныштымын. Сіздерді көргеніме өте қатты қуаныштымын. Рахмет сіздерге осылай алтын уақыттарыңызды бөліп бізге осындай керемет әндеріңізді айтып, домбыраларыңызды бізге тартып бергендеріңізге өте көп рахмет. Прям мың алғыс басыңыз дейді, мың алғыс айтамын. Жастарды көріп, олардың рухы қандай екенін, келешек қалай келе жатқанын бізде қанағат тұтып, мінекей қазір қуанышты болып отырмыз. Өмірді сондай еркін. Сол қазақ деген ұғым әрқашан ұмытпаңдар. Сіздер неше түрлі фильмдерді қарайсыздар, ана телефон қолдан түспейді, бірақ мен қазақпын ғой. Мен осы қандай фильм қарауым керек, не істеу
барыңыздар. Арасында мешітке де бас сұғып жататын жастарды көріп біз қуанып жатамыз. Театрда отырған жастар, бұрын біз студенттер тура зачет қоймаймыз, емтихан қоймаймыз деп мен апаратын қазір студенттер. Қазір өздері апарады. Көрдіңіздер ме? Сондықтан отырып бәрін тыңдап айтайын деген толқып шалқып кеттіңіз бе? Толқып шалқып. тарихшы болғасын бір екі сөз айтайын дегенім сіздер мен автобусқа отырғанда қазір бір жеті болды жастарға студенттерге осындай сұрақ қойдым. Есенберлин кім деймін да кәне айтыңдаршы кім? Көшпенді еңбегінің жазушы. Көшпенді педагогиясының авторы. Дұрыс. Сіздер білесіздер ма, ол бірінші ақын болған екен. 40-шы жылдары ол өлеңдер жазған, сосын 60-шы жылдары прозаға. Сөйтсе, Нұрғиса Тілендиевтің 60-тан астам әні Алтын Қорда радиода болса, Есенберлиннің 40-тан астам әні Алтын Қорда бар екен. Мен оны радиода естідім. Сосын Санжар Керейбаевты білесіздер. Кітаптарын айтшы. Кәне, 3 кітабы бар. Мәлте әжесі, балалар ше, айтишники. Айтишники. Сондықтан біз сіздерге сенеміз. Мына отырған әжелеріңіз 6 тілді біледі. 18 жыл экскурсоводта қызмет атқарған. Бірақ қарапайым әжем 76-ға келіп қалған, мен шақырдым. Мен жасым 70-те. Мен ол кісіден үйрендім, ол кісі мен үйретті. Көрдіңіздер ме? Сонда өмірдің өзі ол мектеп. Сіздер бір-біріңізден үйренесіздер, фильмнен үйренесіздер. 7-8 жыл өмір сүрген, ал сіздер өмірдің көбісін көріп сағасыздар, қызығын көріп сағасыздар енді. Әлі де көретін қызықтарыңыздар бар. Бірақ сонда да қазірден сіздер өмірден басынан өткен опыт дейді ғой, тәжірибелеріңізді жастарға бөлсеңіздер, каждый бір-бірінен бір эпизод өткен өмірімізде қиындықтан көрген. Мен орыстар жерінде тұрдым. Қазақтың 50% болдым. Мешіт аша алмадым, мектеп аша алмадым, детсад аша алмадым. Сондай заманда болдық. Солтан Мұхамедқалиевтің 100 жылды болғанда, ол кезде колхоз бар ғой, совхоз бар, колхоз бар. Сол кезде шешіммен бойынша той жасадық Баянауылда. Баянауылды білесіңдер? Баянауылда үлкен жерде бүкіл Қазақстан бойынша кісілер келді. Юрт алып. Сосын Мағжан Жұмабаевты білесіңдер? Біздің районға Мағжан Жұмабаевтың атын берді. Сонда алдымызда орыстар бар отырған. Просто бір аздап қиыншылықты сіздер айтайын. Өздеріне юрт алысатын. Мен жаңа ғана общество қазақ тілі келді. Қоғам келді. Соған келгенде біздер күн ата-ана қойды. Ол кісі коммунист болған, соғыста болған ардақты адам, бірақ айта алмайды. Аузын жауып тастайды. Мен жаста болдым. Ол кезде қазір 70-те болсам, 35-40-та болдым. Ананы қарап, просто шымалды. Сосын айтты, 14 колхозға юрт аласың. Бір юртты 1 миллионда. Олар шықты, а почему мы должны? А почему Мағжан Жұмабаев? А почему это? Оны тыңдады. Содан кейін алғыздық, юрттан алғыздық. Соятын болды, қазақша дәстүрлі үйретіп болды. Юртты көрпені. Стенкаға немен шегемен қағып қойды. Сосын мынандай бүйтіп крест стол қойды. Сосын келгеннен кейін біз барамыз, ұят қой. Ұйықтан келеді түгілі, Алматы келеді, олар түгелімдер. Менің өзім шала білмеймін. Қалай істейтін үлкен кісілерді жинады, үйретті бізге. Қалай шашын шашатын, шаш ол былай шашады. Былай емес. Соны түгел, сондай заманнан өттік. Қазақша өлең айтамыз дейміз ғой, Наурыз дейді. Какой Наурыз, это проводы русской зимы? Что ты придумал это? Потом говорят, ладно, ты поешь, 2 песни ты спой, одно стихотворение, 1 қамажай. Понимаете? Сол заманнан өттік, сол заман қайтып келмесін балдар. Ол кезде өте қиын болды. Бұлар 10 қазақ тұрса, бұрылыс келсе, түгеліміз орысша сөйлеп кетеді. Мына кісінің айтқан сөзінің жаны бар. Өзімізді өзіміз сыйламаса, өзіміздің өлеңімізді. Потом қыздар, мен әйелмін. Менің қызым бар, немерелерім бар. Жақсыңдар.
қазіргі Қытайдан келіп жатыр ма, басқа жерден келіп жатыр ма, түгел жерден жинап алып, әйел болып әбіш әкеліп алып жатыр. Өмір бойы қазақтың келе жатқанда бізді қыз баланы былай көтеріп ұстады ғой түгеліміз. Елдің көркі болдық, намысымыз болу керек. Өз елімізді көркейтейік, осы елде келін болды, қыз болды. Осында осы көрген нәрселерімді алға басып, осында қалу керек. Осы өнерін жақсылап жөндеу керек. Сендер қазір бізден алып отқан, естіп отқан жандарыңа қарағанда нәрсені кішкене тоқып алыңдар. Әр жаман қай тілде сөйлейсіңдер, қазақ болған қалай әр жағында. Артымызда бақпақ, біз ана жақта тиіс жатсын десеңдер, қазақы болыңдар, қазақы туыңдар, қазақы махаббатты қозғады ғой, мен де жас болғанмын. Енді сіздерге қазақсың ба, қыздар әсіресе, қазаққа тиіңіздер. Бір-бірімен ұстазым маған айтты, 6-7 тіл біледі. Мен де сіздер сияқты жас болғанмын. Сонда пойызда кетіп бара жатырмыз. Қай ұлт болса сол ұлттың тілінде сөйледім. Содан менің қасымда бір орыс жігіт отыр. Сол ең бірінші ойлап қаптым мені. Аппақ болған шығармын сол кезде Сара дегенде. Иә, татар дедім. Содан бүйтіп маған жұмысқа шығыңызшы дейді. Көрдіңіздер ме? Содан кейін мен айттым, мен қазақпын дедім. Егер сізді неге қойып қоймайды, сіз кім болсаңыз ол болсын. Неге соқыр болады ма, ақсақ болады ма, мен қазаққа тиемін дедім. Сонда жаңағы орыс айтты ғой, сізді жақсы көріп отырсам, одан бетер жақсы көріп кеттім ғой. Сондықтан мына қазақта айтады, ұлтыңды сақтаймын десең қызыңды тәрбиеле. Тегіңді сақтаймын десең ұлыңды тәрбиеле. Осының мағынасы өте үлкен. Бір-екі ауыз сөз болғанмен. Мысалға қыздарды кейбір жаман көреді. Өйткені ақымақ қыздар басқа ұлтқа тиеді, ойламайды. Анау әке шешесі туды, асырады, оқытты, негрге ма басқа ұлтқа тиеді. Махаббат емес, бірінші отан ойлау керек, арманымызды ойлау керек. Соны қысқа шығып қуу керек. Естественный нәрсесін өмірдің заңы сол. Түсіндіңіздер ме? Солай болса, бәріміз фотоға түсіп, естелік болсын.